Салем достар, бүгін біз ETSP кілтін удаленно алатын боламыз. Міне получить ETSP удаленно деген бар, соны басамыз. Заказать услугу онлайнды басамыз. Біздер удаленно алатын болғасын, қазір клиентке номеріне SMS жіберетін боламыз для подтверждениеге и скан QR жіберетін боламыз. Енді физлицоны таңдаймыз. Не видите ин деп тұр ғой, соған, который кімге ETSP ашып атсыздар, соның инін осы жерге толық жазып шығамыз. Отправить запрос. Удостоверение личность таңдаймыз. Перейти получить ETSP-ны таңдаймыз. Енді мына жерде жаңағы ETSP ашып атқан клиенттің номерін жазамыз. Енді сіздердің ситуацияларының өздеріңіздің номерлеріңіз болуы мүмкін. Сондықтан, который 1414-тен SMS көбірек келетін номерді жазамыз. И біз клиентке подтверждениеге SMS жібердік. Қазір біз ол кісі SMS-ті осы жерге бізге айту керек. Сосын мына жерге SMS-ті подтверждение жасаймыз. Содан кейін барып клиентке скан QR жіберетін боламыз. Қазір мына жерге мен сіздерге қандай QR мен алу керек, соны клиентке қалай жіберу керек, соны барлығын мына жерге көрсетіп кететін болам. Біздің SMS-іміз келді. Міне осы QR-ды скан жасап клиентке жібереміз. Жаңағы мен алдындағы предложение көрсеттім ғой, сол предложениемен клиент осылан для проверка фотоға түсу керек. Содан кейін ETSP ашылатын болады. Қазір клиент фотоға түсіп жатқан болар. Бізге подтверждение келу керек. Міне бізге подтверждение келді. Подтвердить етіп, енді ETSP-ны ала береміз. Мұнда галочка қоямыз. Келісеміз барлығымен. Енді бізге ETSP-ның қай жерге сақтауымыз керек, соның папкасын таңдайтын боламыз. Менің ситуациямда қазір рабочий столға сақтайтын болам. Міне осы жерден папка создавать етесіздер рабочий столға. И осы жерден жаңағы кімге ашып атсыздар, соның толыққанды есімін и парольді ойлап осы жерге жазып қойсаңыздар болады. Сосын мына жерде төменгі жақта выбрать папку деп тұр. Соны басатын боласыздар. Автоматом, который ашылған ETSP, который сіз ашқан папкаға кететін болады. Енді біз жаңағы ETSP-ға пароль ойлап табамыз. Біздің ETSP-мыз қазір электронны алынып тұр. Енді бізге для подтверждениеге пароль керек болады. Өздеріңізге оңай парольді таңдасаңыздар болады. Және де екі жерге де бірдей пароль болу керек. Қарап, тексеріп алсаңыздар болады. Міне подтвердить етеміз. Болды, біздің ETSP-мыз уже ашылды деген сөз. Загрузить сертификатты таңдасақ, міне ETSP-мыз уже ашылды. Енді ашылған ETSP-ны қалай тексереміз. Иговқа кіремізді, войти дегенді бар. Войти-ді басып, жаңағы ашқан ETSP-мызды міне таңдаймыз рабочий столдан. Бүгінгі ашылған ETSP. Открыть десеңіз астына данный бәрі шығып тұрады. Подписаться басып, қазір біз кабинетке кіретін боламыз. Міне уже кабинетке кірдік, енді жұмыс жасай берсеңіздер болады.